Сәлем достар, сіздермен бірге мен Назым. Бүгін өте күшті пицца жасап үйренетін боламыз. Осылай тестамызды, қамырымызды ашытып алып, осылай жасап, кетчуп пен майонезді араластырып, осылай бетіне жағатын боламыз. Яғни үй жағдайында пицца жасаймыз, домашний пицца. Бірақ тестасы кәдімгі пиццаның қамырымен бірдей болады. Өте жұмсақ. Тестасын бөлек салатын боламын. Рецептін түсіріп үлгермей қалдым. Тестасы өте жұмсақ болады. Тәтті әрі дәмді болып шығатын пицца болады. Осылай туралған колбасаларымызды қоямыз. Менде осы тестадан 4 пицца шықты. Соның өзінде бұл пицца сәл қамыры қалыңдау болып тұр. Негізі бұл тестадан 6 пицца шығаруға болады екен. Осылай бетіне майонез бен кетчупты жүріп өтетін боламыз. Негізі колбасаның орнына тағы да басқа нәрселерді қосуға болады. Пісіріп қаз бар ғой, қазды қосуға болады. Тауықтың етін қосуға болады. Немесе помидорды қосуға болады. Қалаған дәмдеуіштеріңізді, қалаған заттарыңызды қосуға болады. Саңырауқұлақ қоссақ болады. Біздің үйде саңырауқұлақты ешкім жемегендіктен ең оңай түрі осы пепперони, яғни колбасамен жасалған түрін барлығы жақсы көреді. Осылай майонезіміз бен кетчупымызды сеуіп аламыз. Осылай қызып тұрған печкада пісіріп аламыз. Осылай ары кетсе бір 15 минутта піседі. Піскен соң осылай бетіне туралған, яғни теркадан өткен сырымызды салып, тағы да 5 минутқа сырымыз ерігенше пісіріп алатын боламыз. Сіздерде асель печка болса 200 градуста пісіргендеріңіз жөн. Сол кезде қамыры қатып қалмай жұмсақ болып піседі. Ал осындай үлкен печкада пісіретін болсаңыздар, ода да 150-200 градуста пісіресіздер. Қарап тұруларыңыз керек. Қызарған кезде алып, осылай сырын саласыздар. Сыры да қатты күйіп кетпеуі қажет. Бетін кішкене қызартайын ба? Мінекей сырымыз пісіп шықты. Еріп. Осылай біздің өте жұмсақ, өте тәтті пиццамыз дайын. Ас болсын.